Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге КМЖ жазудағы негізгі түсініктерге тоқталмақшымын. Алдымен бізде КМЖ жазудағы басты негізгі түсінік мақсат деген. Яғни КМЖ-да екі мақсат болады, өздеріңіз білесіздер: оқу мақсаты және сабақ мақсаты. Оқу мақсаты оқу бағдарламасынан немесе ұзақ мерзімді жоспардан алынады, еш өзгеріссіз қалады, оны өзгерте алмаймыз біз. Екінші бізде сабақ мақсаты. Сабақ мақсатын біз оқу мақсатының негізгі сөздерінің етістіктерінен шығарады екенбіз, және сабақ мақсатын құрған кезде біз міндетті түрде ол тұйық етістікпен аяқталу керек, ықшамдалған түсінікті бір-екі сөйлем болғаны жөн. Кейбір қысқа мерзімді жоспарларда сабақ мақсаты мысалы меңгереді деп жүр, түсінеді деп, ол дұрыс емес. Меңгеру, түсіну деген тұйық етістікпен аяқталу керек. Екінші біздегі негізгі ұғым түсінік бағалау критерийлері. Яғни бағалау критерий дегеніміз не? Ол бізге оқу мақсатына жету үшін қойылатын шарт. Мысалы, біз қандай да бір өмірде алдымызға жоспар қоятын болсақ, сол жоспарға орындау үшін біз алдымен кіші шарт қоямыз. Мысалы, дәл сол секілді біз сабақтың мақсатына жету үшін, оның ішінде оқу мақсатына жету үшін қойылатын шартты біз бағалау критерий деп атайды екенбіз. Егер бізде бір оқу мақсаты болса, онда оған екі бағалау критерийін қойғанымыз дұрысырақ. Және бағалау критерийін біз негізге ала отырып, оқу мақсатына жету үшін тапсырма құрастырамыз. Үшінші біздегі түсінік негізгі ол дескриптор деген. Жалпы дескриптор дегеніміз ол тапсырманы орындауға берілетін алгоритм. Яғни бала тапсырманы орындау үшін қадам-қадаммен берілген нұсқауды дескриптор деп атауымыз керек. Ол түсінікті нақты болу керек. Бізде мысалы қандай да бір тапсырма болса, дәл соған нақты алгоритм құрастыруымыз керек. Ол қайта-қайта апай, мен тапсырманы қалай орындаймын деп айтпас үшін оған нақты біз бағалау критерийін түсінікті жазатын болсақ, онда ол тапсырма нақты өз нәтижесіне жетеді. Кейінгі біздегі басты түсінік кері байланыс рефлексия. Жалпы кері байланыс рефлексия дегенді көп ұстаздар шатастырып жатады. Кері байланыс дегеніміз алдымен ол сабақтың басынан аяғына дейін диалог түрінде жүріп жатады. Кері байланыс міндетті түрде жоғары деңгейде берілу керек. Алдымен мақтау сөз айтамыз, сосын қателікті айтамыз, үшінші қателікті түзейтін ұсыныс беруіміз керек. Екінші бізде рефлексия. Рефлексия дегеніміз, яғни адамның, оқушының өз-өзіне есеп беру. Сабақтың қызықты, қызықсыз тұстарын сапалы немесе сапасыз өткеніне оқушының өз эмоциясын білдіруін рефлексия деп атаймыз. Көбінесе рефлексия мен сөзінен басталады. Одан кейінгі түсінік бізде әдіс-тәсілдер. Әдіс-тәсілдерді алған кезде біз сабақтың ең біріншіден мазмұнына қарай алғанымыз жөн. Яғни тақырыпқа сай әдіс-тәсілді таңдағанымыз дұрысырақ, және көбінесе әдіс-тәсілдерді өзіміз ойлап табуымыз керекпіз. Соған дағдылануымыз керекпіз. Сосын бізде топтық, жұптық, жеке жұмыстың әдіс-тәсілдері өте көп. Соның ішінен таңдаған кезде тақырыпқа сай әдіс-тәсілдерді таңдағаныңыз дұрысырақ болады. Жалпы бізде министрлік бекіткен нақты арнайы мына әдіс-тәсілдерді қолданыңыз деген қағида жоқ. Яғни сіз өзіңіздің тақырыбыңыздың мазмұнына сай әдіс-тәсілдерді ойлап тапсаңыз болады. Жалпы алған кезде біз сабақ құрылымы ең бірінші сабақты жариялау үшін сабақтың 10%-на 4-5 минут, өткен тақырыпты қайталау үшін 9-10 минут, жаңа материалды игеру үшін 20-22 минут, бағалау үшін 4-5 минут, кері байланыс рефлексия үшін 4-5 минут жұмсағанымыз дұрысырақ. Осымен менің бүгінгі бөлісіп жатырған ақпараттарым тамам. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.